Сәлем құрметті Саршаян белгісінің өкілдері, бұл сіздерге арналған 2025 жылға толық жылды жорамал. Бұл видеороликте біздер өмірдің әрбір саласына тоқталамыз, яғни жеке өмір, қаржы, жұмыс орны туралы және махаббат, денсаулық туралы да айта кетеміз. Және әрбір айда не болатынына тоқталамыз, бірақ қысқаша, себебі арнаға жазылсаңыз, әр ай сайын әрбір айға арналған жұлдыз жорамал шығып отырады. Сондықтан бұл видео ұзақ болмас үшін бұл жерде біздер кішкене қысқаша сипаттама береміз. Саршаяндар, сіздер үшін бұл жыл үміттеріңіз бен армандарыңыздың жүзеге асуына мүмкіндік береді. Жыл бойы ерекше энергияны сезініп, шабытқа бөленесіз. Ішкі қуатыңыз айналаңыздағы адамдарды да жігерлендіреді. Бұл кезең шығармашылық, романтика және жеке бастамаға толы болады. Әр саланы жеке қарастырып, ай сайын болжаммен бөлісеміз. Жеке даму және өзін-өзі тану туралы айтатын болсақ, 2025 жыл сізге шығармашылық пен жаңа идеялар әкеледі. Раху солтүстік түйені сіздің 5-ші үйіңізде орналасқан. Бұл сіздің шығармашылық әлеуетіңізді ашады. Бұл жердегі маңызды аспектілер: өз идеяларыңызды жүзеге асыруға мүмкіндік туады. Сізді жаңа орта, жаңа адамдар қызықтыратын болады. Өзіңізді еркін әрі батыл көрсетуге дайын боласыз. Өзін-өзі дамытуды айтатын болсақ, жаңа дағдыларды игеру, шығармашылық қабілетті дамыту, өзін-өзі көрсетуге арналған жобаларды бастайсыз. Қарым-қатынас пен махаббат туралы айтатын болсақ, Саршаяндар үшін 2025 қарым-қатынаста ерекше маңызды кезең болады. Жаңа таныстықтар, романтикалық сезімдер оянып, бұрынғы қарым-қатынастар қайта жанданады. Күтпеген кездесулер болуы мүмкін және тағдырлы байланыстар болуы мүмкін. Өміріңізде жаңа танысулар болса, жаңа адамдармен таныссаңыз, бұл жылы бұл сізге тағдырдың өзі әкеліп тұрған адамдар болуы мүмкін. Ол сіздің жолдасыңыз болуы мүмкін, болашақ, немесе сізбен ұзақ уақыт жұмыс жасайтын бизнес, мысалы партнер, серіктестік адам болуы мүмкін. Және қарым-қатынаста құпиялық пен құмарлықтың артуы мүмкін. Романтика мен сенім арта түседі сонымен қатар. Және жұптар арасында эмоционалдық жақындық күшейе бастайды. Сезімдердің тереңдігі артады. Қаржы және жұмыс туралы айтатын болсақ, бұл жылда жаңа жұмысқа орналасу және карьерада өсу мүмкіндіктері болады. Қазір қай айда көбірек мүмкіндіктер болатыны әрине тоқталамыз. Жаңа жобаларға қатысу мүмкіндіктері болады және шығармашылық салаларда жетістікке жету. Оның ішіне кітап жазу, немесе сурет салатын, картина салатын адамдарға қатысы көп болуы мүмкін. Қаржы туралы және тағы да инвестиция мен табыс көздерін әртараптандыру және үлкен кірістер мен табысты келісімдерге қол қоюыңыз мүмкін. Және материалдық жағдайдың жалпы жақсаруы. Денсаулықта және өмір салты туралы айтатын болсақ, 2025 жылы денсаулыққа мұқият қарау қажет. Сіз көп энергия жұмсайсыз, сондықтан күш-қуатты дұрыс бөлу маңызды. Яғни әрбір өміріңіздің сферасына энергияны жеке бөлу керек болады. Сондықтан бұл жерде маңызды кеңестер: иммунитетті нығайту керек болады сізге, және психологиялық тұрақтылыққа мән беру керек, және әрине спорт пен дене жаттығуларына көңіл бөлу. Қаңтар айы 2025 жылдың басы жоспарлау мен талдау кезеңі болып өтеді. Қаржылық шешімдерді ойластыратын уақыт және жеке өмірде күтпеген жаңалықтар болуы мүмкін. Ақпан айында жұмыста жаңа мүмкіндіктер пайда болады, романтикалық қарым-қатынаста оң өзгерістер күтіледі және денсаулыққа ерекше көңіл бөлу керек болады. Наурыз айы өткен қатынастарды қайта қарастыратын уақыт, кәсіби дағдыларды жетілдіру қажет болады және инвестиция жасауға қолайлы кезең. Наурыз айына арналған толық жұлдызнама
арнада бар, соған өтіп қарасаңыз болады. Сәуір айында саяхаттар мен шетелдік серіктестіктер үшін өте тиімді уақыт және жаңа идеялар мен жобалар бастауға ең қолайлы кезең. Мамыр айында отбасы мен жеке қарым-қатынаста үйлесімділік, яғни гармония орнайды. Денсаулыққа байланысты өмір салтын өзгерту қажеттігі болады және қаржылық мәселелерде сақтық танытып мұқият болу керек. Бұл мамырда. Келесі маусым айында шығармашылық шабыт арта түседі, жаңа адамдармен танысып, іскерлік, яғни бизнес байланыстар орнатуға мүмкіндіктер туады. Сондықтан маусым айында үйде отырмай, сізді қандай бір жерге тимбилдинг, жаңағы жұмыс орында бір жиналыстарға шақырып жатса, немесе достарыңыз, немесе бұрын жұмыс жасап кеткен әріптестеріңіз бір жерге шақырса, міндетті түрде қалмаңыз, себебі қазір жақсы байланыстар орнатуға мүмкіндіктер көп болады. Және маусым айында отбасылық қарым-қатынастар жақсара түседі. Шілде айында қаржы және жұмыс саласында күтпеген өзгерістер болуы мүмкін. Жеке өмірде романтикалық сәттер күтіледі және өзін-өзі дамыту үшін жаңа курстарға жазылуыңыз мүмкін. Тамыз айында туыстармен қарым-қатынасты нығайтуға қолайлы кезең туады және іскерлік келісім шарттар жасауға тиімді уақыт. Қыркүйек айында денсаулық пен психологиялық жағдайды нығайту туралы болады және кәсіби салада жаңа бағыттарды анықтау. Өткен жобаларды аяқтау мезгілі болады. Сондықтан кәсіби салада жаңа бағыттар туралы айтатын болсақ, бұл кезеңде мүмкін жаңа жұмыс орнын іздеп жүрген адамдарға қазір көптеген мүмкіндіктер ашылады. Немесе егер де осыған дейін қандай да бір жобаны бітіре алмай жүрген болсаңыз, қазір қолайлы уақыт соны бітіруге, немесе сондай-ақ егер де қандай да бір жолаға инвестиция таппай жүрген болсаңыз, қазір инвесторларды іздеуге жақсы уақыт. Қазан айында қарым-қатынаста эмоционалды тұрақтылыққа мән беру керек. Және қазан айында бизнес пен карьерада жаңа деңгейге көтерілуіңіз мүмкін. Яғни жалақыңыз өсуі мүмкін, бірақ сонымен қатар жауапкершілік кішкене сізде жауапкершілік мол болатын жұмыс табуыңыз мүмкін, немесе сол беделіңіз өсуі мүмкін жұмыс орнында. Қараша айында шығармашылық пен креативті идеялардың дамуы уақыты, қаржы мәселелерін реттейтін кезең және жаңа жұмыс ұсыныстарын қабылдайтын мүмкіндіктер көп болады. Желтоқсан айында өткен жылды қорытындылау, болашаққа жаңа мақсаттар қою және отбасымен бірге жылды аяқтайтын уақыт әрине. Сарышаяндар үшін 2025 сәттілік пен өзгерістердің жылы. Шығармашылық өрлеу, қаржылық тұрақтылық және жеке өмірдегі жақсылықтар көп болады. Бұл жыл сіздің үміттеріңізді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Сондықтан мүмкіндіктерді пайдаланып, батыл шешімдер қабылдаңыз. Мен сіздерге сәттілік тілеймін.